Әже, сізге не болды? Достар, сәлем, бізде так, үлкен семьяның жалғасы екінші бөлімі болып жатыр. Әже, не болды? Әже, жоқ, әжеге бірдеңе болды. Тез әжені көтеруіміз керек. Қане, әже, мен сені көтеріп алайын, давай, кел. Ё-моё, мама, не істейміз енді? Достар, білесіңдер ғой, бізде бірінші бөлімінде үлкен семьяда біздің атамыз аумин болып, сол жерде история біткен болатын. Әжеміздің түрі өзгеріп барады. Давайте әжеге жатқызамыз. Әжемізді, давай, ложись. Құла, әжека, әже, кыш, моя. Так, давай, жатты. Опана, әдемі жатады. Әже қысқа киінеді екен ғой, ана креслода отырғанда білінбей еді, жарайды. Так, әже, чо там, не болып жатыр? Әже, мына жерде настроениеміз түсіріп қояйық, беріліп ойнаймыз енді, әкетеміз ондайды. Ойбай, қайда? Оған дейін достар, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Рахмет сендерге көп-көп. Біз деген 8600 оқырман болдық. Все. Так, әже, жазайық әжемізге. Әже, деп мамамыз жыламай тұр. Жылады міне. Так, мынау бізде үлкен ұл, анау бізде братишка, бірдеңе жазып жатыр, білмеймін не жазып жатқанын. Әже кетіп қалды дейді, өліп қалды ма дейді. Я, біздің әжеміз кетіп қалды. Атаға кетті, атаға. Ан жақта не қылып жатыр екен, жаңағы ан жақта басқа әжелер атамызға тиісіп жатыр екен. Соларға кетті әже. Жоқ болып кетті әжеден, көрдіңдер ма? Сөйтіп қызғанып, әжеміз кетіп қалған. Так, сонымен кеттік. Ал әжеміз жоқ, енді не істейміз? Енді не істейміз, достар? Үйге барайық енді. Үйге барайық, бәріміз жылап жатыр қой деген. Тегі әкетіп жылатып жатыр қой. Кеттік, онда үйге жүріңдер, кеттік. Пойдемте со мной. Машинаға мініңдер. Ой, жүрсіңдер, міне келе жатыр екен. Все. Біз бара берейік үйге. Бізде бұл жолы дерзкий осындай үй бар. Папамыз машинада. Парковканы жөн жасайды, көрдіңдер ма? Ойбай! Не деген көлік айдау мынау, не деген парковка жасау мынау деген тема. Ал үйге кірдік, ал үй деген жап-жарық болып тұр. Енді біз не істейміз? Мына жерде отыра тұрайық енді. Так, осында отырайық. Енді біз әжемізді шығарып салдық, болдық, барлығын тындырдық. Әжемай деп отырмыз енді. Жарайды, барлығы келді, басымыз қосылды. Енді бізге бірдеңе айтам дейді. Балдарым депті ғой. Мынау қызым тағы сәсет көңіл айтуға келген ба? Алла деген қыз. Шетелдің қызы, шетелдің. Так, папамыз бізге бір нәрсе айтуым керек дейді. Сөйлесеміз дейді мамамыз. Ал, жарайды, айтыңдар. Не айтасыңдар, күтіп отырмыз, айта беріңдер. Так, біздер жұмыс бойынша шетелге кетеміз. Ё-моё, папамыз бізді тастап кеткен жатыр. Таңғалайық, конечно, бізді қалай тастап кетеді? Өкінішті деп қояды. Іштен қуанып жатқан шығар. Біз не қыласыңдар, біз бармаймыз ба не? Так, сендерге няня қалдырамыз. Жақсы болды ғой, сабаққа бармаймын дейтін. Мен сестренкам айтады. Бізге няня керек па не? Неге няня? Біз деген үлкенбіз ғой, өзіміз қала берейік. Давайте, жарайды, сұрайық бірінші, неше күнге кетіп баратыр екен? Неше күнге кетеді екен? Ұзақ дейді. Примерно 1-2 жылға. Ема, ужас. Ұзақ, слишком ұзақ. Жылма не? Хотя бір апта, 2 апта деп кетпей ма? Ё-моё, базар жоқ. Кошмар дейді. Бізде барайық, бізді алып кетіңдер. Ё-моё, мына жерде бәріміз сөзге келіп жатыр қой. Бізді алып кетіңдер, няня керек емес. Мама, давай бізде барайық, қайтайық өзіміздің елімізге. Блин. Жарайды, все-таки енді келісу керек, біз енді рұқсатты берейік, жарайды, бара берсін. Не істейміз енді? Жұмыстың аты жұмыс, ақша табу керек, асырау керек. Түсінеміз, сонымен бара берсін, бізге няня тауып берем деді. Жарайды, все, мен үйдің үлкен екенмін ғой, ұмытып кетіппін ғой. Уайымдамаңыз пап, өзім қарап қалам. Енді іздеңдер няня дейді. Жарайды, мен сестренкам жақсы білетіне іздеуді. Давай, мақұл дейді. Давай, кеттік, жүріңдер мына жаққа. Компьютерге қарай барып іздей беріңдер. Сонымен достар, біздер няня іздейтін болдық. Біздің көріп тұрғандарыңдай, да, то есть, да. Бізге няня қалдырып кететін болды. Дархан үлкен ұл іздеп жатыр. Давай. Менің братишкам ой бұл. Үйдің үлкені мен, старшак я. Здесь главный я, деп қойды дейді. Так, мама, папа әлі бар екен ғой үйде. Жарайды. Все, ес жоқ қоймайсыңдар ма? Қасы өзбекке ұқсайды дейді. Мынау кім дейді. Ойбай, өзбекке ұқсайтын няняларды аласыңдар ма не? Кәні, не көріп жатсыңдар, бізде көрейік та, давайте нәжден.
кәні сурет жоқ қой. Таптым осы болатын сияқты дейді. Оқты бізге няня да қойды. Қасы өзбекке ұқсайды дейді ма? Уже келді ғой үйге, біреу келді. Давай кім ашады есікті? Жарайды, мен аша салайын. Кім екенін мына жақта қараңдаршы, біреу келіп тұр. Ой, мынаған қара, бойы кішкентай біреу келді. Не дейді бұл? Няня, ойбай, няня уже келген ба? Не баласын алып келген ба? Ойла, мынау баласын. Мынау Криштиану Роналдо, біздің братишкамыз ғой. Помните, бірінші частында бізде ұл бала туылып еді ғой, мамамыз босанып еді ғой. Вот это наш братишка, наш бауыр деп қойды дейді. Өздері сөйлесе берсін. Не деп сөйлесе? Сәлематсыз ба дейді. Бәрі жамырап, мына жерде нянямен сөйлесіп отыр ғой. Біздің папа вообще слишком жақын тұр ғой. Ё-моё, нянямен сүйісіп кетейін деп тұр ғой, ё-моё. Былай қарай тұр деп айтайық папаға, кішкене әрірек тұр деп. Ана қарсыншы, бастарын қарсыншы бір-біріне деген. Әрі тұрсыш деп айтты енді. Әрірек тұрды, біздер жұмыспен кетеміз дейді. Папа, мен сіздерді шығарып салам дейді. В общем, қолымда мен братишкам не дейді екен? Ха-ха-ха дейді. Мен сестренкам шиге атқапты. Папаны да шиге атқап жаңағы сөзбен. Няня келісті. Жарайды, балаларға өзім қараймын деп қойды. Ха-ха-ха. Так, кішкене мұнда мен главный өзімнің үйдің старшаги екенімді айтып келгенім дұрыс болар, няняға. Слишком өзім сынып кетпесін, Что-то енді все-таки бөтен няня, бөтен адам ол қалай қарасаң да деген сияқты ғой, в общем. Так, мен үйдің үлкенімін. Сәлематсыз ба? Бұрылды өзі. Сәлеметсіз бе? Ертең келсеңіз болады деп жазып қояйық. Өйткені біздің мама папамыз ертең кетеді. Ертең келіңіз. Сау болыңыз. Пока. Айтуды ұмытып бара жатырмыз. Сіз осында тұрасыз айтқандай. Біздің үйде, өйткені біздің мама папамыз біраз болады, окей? Келістік. Чики-чики, изи-изи, тамам. Кеттік. Так, біздің бөпеміз өзі жатыр екен. Енді сау болыңыз. Бара қойсаңызшы, енді айтып болдым ғой. Пока. Чемоданмен келесіз ертең. Түсінікті ма? Папа әрірек тұршы, жабыса бермей. Ана сақалың не рабочий ма? Бірдеме болып тұр ғой сенің, Папа, сендер кетіп бараттыңдар ма? Жарайды онда, пока. Апарып тастасын үйдің үлкені. Все, мам, пап, давайте, жолдарым болсын. Пока. Пап, онда емес, мына жақта машинаны шығарып қойды уже. Үлкен ұлың пысық қой. Мам, жарайды, ештеңе уайымдамаңдар. Пока. Бара беріңіздер. Мына няня әлі шықпаған ба, не? Няня, ертең келесіз. Мына няня кішкене біртүрлі түсінбейді ма қазақша? Ойбай, біздің братишкамыз шығып бара жатыр мамалардың артынан. Бергел, шықпа, қашпа, бергел. Мына баланы ұстап алайын мен деген, бергел. Мама кетісімен сразу келе ғой. Мына қара, уй, самокатым бар, келе ғой. Уйт, келе ғой. Кіш, мама, келе, опа дейін. Молодец. Мен бірдеңе пропустить етіп алған сияқты. Не дейді? Ана няня қайдан келген екен, ұрлықшы емес па дейді. Екеуміз соны білейік дейді. Ойбай, не болып жатыр мұнда? Не болып жатыр? Неден ұрлықшы ғой дейді. Тегіш біз пока білмейміз. Мен братишкам тоже нағанды компьютерный столдың үстіне ұрапты. Пыгың деп кішкене сөйлеу кешігіп жатыр. Енді бұл братишка енді бірдей ғой, енді түсінесіне деп ойлаймын. Енді солай қытайша сөйлейді пока что. Так, не болып жатыр мұнда? Мынау қыз біздің няняға ұқсайды екен дейді. Мыналар не істеп жатсыңдар? Сендер детектив па, қалай агентство болып кеткенсіңдер ма? Так, ойбай, біреу келіп тұр, үйге жарайды, ол бізді танымайды екенбіз, кіргізбей ақ қояйық. Осыны түрмеден қашып кеткен іздеп жатыр дейді. Мен істейін бірдеңе біліп дейді. Ойбай, екеуің не істеп жатсыңдар? Пока біз деген ұят болады ғой. Ұқсайды, түрлері ұқсайды енді няняның да. Бірақ пока көзіміз нақты жетпей тұрған. Прям қатты дейді. Ұқсайды. Пока что бақылаймыз. Сен ұрлықшасаң деп шықпаңдар няняға деп айтып қояйық енді. Так, не дейді? Бізге план табу керек дейді. Пока татсаңдаршы, көзіміз нақты жетіп басында. Мыналарды қараңдар. Не деген агентстволар мыналар, Ұйықтаймыз, давайте жатыңдар, болды. Ұйықтаймыз, кеттік. Кеттік, жүріңдер. Мен братишкамды алып қасыма ұйықтаймын. Все-таки кішкентай ғой, цветті сендер өшірмейсіңдер ғой, өзім өшірмесем. Эконом жасамайсыңдар ма? Мынаны кім қосып кеткен? Так, өшірдік. Так, кеттік, ұйықтаймыз дейді. Ұйықтаңдар, давайте. Мен так, қай бөлмені? Рахмет. Так, мына жақтың бөлменің светін өшіре салатын шығарсыңдар қазір. Біз осында ұйықтаймыз. Рахат. Қарандар күшті. Осы главный бөлмеде, сейф бар бөлмеде жатпаймын ба, рахаттанып. Так, тұратыңдар. Мен братишкам қайда, інім қайда? Так, міне жүр екен. Келе ғой, жата ғой, мұнда жата ғой. Сенің орның осы жер.
Нені отты жақпа, үй өртеніп кетеді мынадан бар ғой. Өмір осын жақсаң үй өртеніп кетеді, иә? Өрттің басы судан шығады. Ойбай, ойнамаймыз, ұйықтаймыз, қара светті өшіріп жатырмын, ұйықта. Джекичан. Джекичан демейсің маған? Джекичансың ғой сен. Жынды. Жынды демесейші. Жындың ғой. Выжы. Джекичан, жынды төбелеседі ол деген. Күшігі болың. Так, все, ұйықтадың ба, жаттың ба, тексерейікші. Жаным, жатқан жатсын қара өсіп. Все, ұйықтай қал. Ойбай, біреу келді. Мә, сестренка мынадай әппақ болып жүрмеш. Мыналар не істеп жүр? Екеу болып жүр ғыналар. Шошыттыңдар адамды бар ғой. Давайте арттарынан жүрегі свет жаға салайыншы. Ладно, қорқытпай. Мама, мынау вообще еңбектеп жер иіскеп кетіпсіңдер ғой сендер, ей. Стоп. Не істеп жүрсіңдер сендер вообще, Не істеп жүрсіңдер, Түнде, ой, әпке дейді. Не әпке, на жене бар? Дейді, не, Біз дейді. Я. Дальше. Тесезайчы. Няняны аңдып дейді. Няня ертең келеді ғой, қазір келмейді ол. Ертең сабақ, давайте ұйықтаңдар, ерте тұру керек, жатыңдар. Тәз. Ой, бұл клавиатурам қатып қалды ғой. Мен кетіп қалдым. Все, бөпені. Сен кетіп қалдың ба не? Жатсың ғой сен? Жатсың, ұйықтаймын мен. Шығындар. Төй, мектепке бару керек деп. Маған мектепке барғым келмейді дейді, кетіп. Жоқсың ба не? Бөпе жоқ. Бөпем кетіп қапты. Бөпем қайда? Бері кел, жатамыз, ұйықтаймыз. Ұйықтаймыз, жат. Атат деймін кіз айтпен. Жат, терезені жапты ой дейір. Ұйықтаймыз, все. Ұйықта, жат. Басымды көріп тұрмын ғой мен, сен жатсай. Молодец. Қой, қазір таң атады, шамалдан кейін тез завтрак дайындап тастайын, әйтпесе бұлар қазір завтрак кеш дайын болды, сабаққа бармаймыз деп шығады. Опа, қайсың свет жаққан шошыттыңдар ғой адамды. Так, мына жерге қойып тастайын. Детский стулья бар екен. Завтракке не берсем екен сендерге. Так. Мен сумкамда қандай тамақтар бар. Сен ба кеп тұрғаным шошытып. Ештеңе, қазір уже таң атады. Завтрак дайындаған іске ғой, в общем. Солай. Клавиатурам қатып қалған күйі қалды. Алло, мам дейді. Сен сөйлесе берші одан да. Жазам дегенше уже саған бір өзімді қалды. Так, мынаны қоя салайыншы. Давайте су қояйық бірінші. Так, чеки, изи ғып дайындап тастайық. Так, чик. Қайдасыздар, жеттіңіздер ма деп мамамен сөйлесіп жатыр екен. Так, все, су дайын. Енді завтракке блинчик, шоколадный блинчик қоя салайықшы. Давайте, осыны жей салайық бәріміз. Ай, суымның үстінен бас жеріппін ғой. Міне. Ой, на детский стульяға қойылмай ма не? Ой, уже кеп қойдыңдар ма сендер? Апай кеше мен түнде няняны көрдім дейді. Апай демеш, маған тәте деп айтшы, тәте. Няняны көрсең, қумаш няня енді бүгін келеді ғой, няня. Не қуып жүрсіңдер, сендер түсінбедім бар ғой. Так. Давай терезені ашып қойыңдар. Так. Туалетке барғанда дейді. Қумаш мен кеше осында жаттым ғой дейді. Кім жатты ғой? Братаның жатты ғой сенің. Ой, мен өзім бөпемнің братишка ең кішкентай інімізді опана үйлерін не істеп қойған? Бөлмесіне. Мама. Осы қиял бар ғой мен сестренкам ше. Братишка екеуі бірігіп алады да неше түрлін жасайды. Так, мен бөпем қайда? Так, доп қойып, попался! Сен көріп қойдың. Бері келе, жүр кетіп қараш, мына бұзық неме. Осы бір жасты, сендердің інілерің осындай ма? Не дейді, бізге план керек дейді. Не план айтып жүрсіңдер? Кел отыр, братишка, родной мой, дорогой, кел, ше ғой. Так, айтпақша, ке папа ақша бер дейді. Ой, жақсы оған кен ақша берсе. Все, тамақтанып алыңдар. Біз мектепке кеттік дейді. Давайте. Мен перевод алып телефонмен дейма не деп жатсыңдар. Окей, барыңдар. Мен тамақ іштіңдер ма? Мен өзім жұмысқа кетем әйтеуір. Я кеттік дейді. Аха, все, кеттік. Ойбай, кеттік деп ма пока онда. Ке, братишка, келіңдер, тамақ ішіп алыңдар. Күшті шығып тәпке дейді. Thank you very much, happy birthday to you. Ас болсын. Біз үйдің кішкентай әпкемен кеттім дейді.
Мен ала кетші, салонға апарып тасташы, мен де жұмысқа барамын. Жоқ, сен жұмысқа бармайсың, сен нянямен бірге үйде қаласың, окей? Няняға звондаш, келсін, на баланы тастап кетейік. Мама алып кетсе болады ғой, осы 1 жасар баланы бізбен қалдырып кеткен есі, жынна тип. Кішкентай жастарға болмайды ғой. Кішкентайларға болмай ма мамалармен баруға? Қазір няня келеді үйге, саған бір апай келеді, сен сонымен бірге қаласың, не? Ойбай. Ема? Няня жинай салар, я? Аха. Келді няня. Келді ау әйтеуір. Саламатсыздар ма дейді. Саламатсыз ба? Біз жұмысқа кеттік. 1 жасар бала үйде қалады. Сіз қараңыз соған, окей? Кешке бірақ келеміз біз бәріміз. Қалғандары сабақта, біз жұмыста боламыз деген сияқты. В общем, солай. Біз бөлмесін көрсетпеп па мына кісіге. Күшетарың, сіздің бөлмеңіз бұл жақ емес, бұл менің бөлмем. Эй, онда баруға болмайды. Шығыңыз, ол менің бөлмем. Сестренка, сендер неғып келдіңдер? Так, бізде сабақ болмайтын болыпты дейді. Жақсы болған екен, жақсы болды. Братишканы қалайтын нянямен тастап кетем деп жатыр едім. Так, мына жаққа келіңіз. Няня, мында келіңіз. Осылардың бөлмесіне, білмеймін, бір орын табылатын шығар сендердің бөлмелеріңнен, не? Осы бөлмеңіз, келіңіз. Қайда кетті ана кісі? Қайда кетті? Төменге түсіп бара жатыр ма не? Бұл неға келмепті, жарайтында. Бол дейді маған. Қазір барам. Так, онда үйде боласыңдар сендер. Онда біз Руслан екеуміз жатамыз ғой дейді. Қайдам сендер кеше бұнда жатқан жоқсыңдар ғой, Руслан астында жүр ғой. Няняны бөлмеге тапшы, онда өзің айт қай бөлмеге жатқызатыныңды. Ойбай, бірдеме қойып тастап жатыр бөлмесіне. Қараш мына қызға. Жарайды. Ініңе бас көз бол, саған сендім. Так, кеттік братишкаңа қара, біз мені алдына отырайыншы. Дархан қайда? Дархан, балаға ұрсуға болмайды, айтқанын істе дейді. Ойбай, няняға үйретіп жатыр, молодец. Ойбай, кім тағы құттыққандай біреу. Көршінің баласы ғой мынау дегені. Кет шәрік, мамаң ұрсады. Мен салонға барып тасташы, айтқанындай братишка. Осы көршілердің балалары бізге үйір бар ғой. Ошибка деп шығар жерді. Қайтан келіп осы үйге, я? Сені няня іздейді етпесе. Кеттік ал. Салонға барып жүрді. Машинаны темай дейді бар. Осылай айдауды үйреніп алсам ғой, менде бар ғой. Салонға келдік, уже. Так, все, кеттік. Сен неқта жүрсің? Үйге бар, я? Сені ошибка деп шығар жерді деген екенсің ғой. Рахмет, пока, бай-бай. Кеттім жұмысқа. Уа-ла-ла-ла. Ешкім жоқ па не іште? Так, адам келмей жатыр ғой, че-то, Салонға келіңдер, салонға ашық. Сұлулық салонына келіңіздер. Кім келеді екен? Адам жоқ қой, че-то, ё-моё. Так, адам шақыру керек бізше. Біреу жүр. Келіңіздер. Так, давай онда шақыру амалын жасаймыз. Мен жүрсімді қарандар. Так, парикмахерскиймін деп істеп алайын. Бетейінде сосын әже тұрып мен билейін. Давай. Басқа би билеймін. Ал, кеттік мені. Хей, салонға келіңіздер. Ла-ла-ла-ла-ла. Бізде бәрі тегін деп шақырып алған солай. Қойшы, кеттім. I'm sorry. Адам жоқ та, ақша жоқ. Қалай билесем екен? Опа, Gangnam Style. Опа, Gangnam Style. Майкл Джексон. Десең, шаг артқа, шаг алға, айналамыз. Біздің салон Брукхевенде, ең лучшие бізде. Шаштарыңды қызылға, қолдарыңды жасылға. Бояп берем келіңдер, бонустармен жетіңдер. Алға Қазақстан. Шашадым болды. Қудым, бірақ ешкім келмеді. Үйге қайтам. Түк, нәтиже, результат болмады, бар ғой, түк шықпады. Все, домой тогда я буду. Так, такси шақырам ба, өзім барам ба, не істесем екен, достар. Ешкім келмеді, мен светні өшіріп шыға салайын, мен жүрсімді көріндер ма? Так, наны қалай өшіреміз?
айнаның светін қай жерден өшіреді достар? Ой, блин, өшпей қалды ғой. Короче, тұра берсінші жарайды. Менің ақшам емес. Мен төлемеймін ғой бәрібір. Есік жабылмай ма? Жабылмайды екен, иә? Блин. Жарайды, все, мен жұмыстан шықтым. Домой таңда. Бүгін ерте қайтады екенмін ғой. Адам жоқ, не істеймін? Босқа отырып кеттім мен. Так, менің телефоным қата бермесейші. Все. Так, машинамен барсам бекен, әлде такси шақырсам бекен. Өзім барсам, келді, мен братишкам келді. Мә, молодец сен. Бір сезесің ғой, мен кетіп бара жатқанымды ше. Үйге бара жатсың ба, жұмыстан шықтың ба? Чо там? Дейді, әпке тамақ әкелдім, қарның ашты ғой сенің, дейді. Сен іздің, дейді. Сіздің дегін келді ма, не сен? Жарайды, жоным. Санкю, саған санкю. Рахмет. Енді бересің ба, бермейсің ба? Берсеш, беретін болсаң, тез бер. Бермейтін болсаң, берсәй маған. Жүріңіз апарып тастайын дейді. I'm sorry. Апарып тастайын деп отыр екен. Ё-майо, кішкене көзіңе қарап жүрсеше, көк машина бізге соғып кеткен ес. Аузымыз жабылмай сөйлейміз деп шөлдіп кеттік қой. Үйге бара жатырмыз. Анан қақ кетпе. Анау біздің братишкамызға ұқсайды екен, е? Қарашы, ұқсайды екен. Наңғара. Біздің братишкамыз емес па? Тез үйге апашқаны. Ана не қарап жатыр екен, е? Біздің баламызға қарамай, неқта біреулер жұтағыда. Ал қараңдар, тағы да парковка жасайды қазір. Парковка, короче, гаражға әдемі кіргізеді ғой. Все, пицца ап келдік. Пицца. Жүріңдер, келіңдер, балалар, біз келдік, дейсің. Нағарыңдар, жиналмапты мына жер. Так, няня қайда? Няня қайдасың? Балалар, мен далаға шығып келейін дейді. Балалармен бірге ма? Жинамапсыз мына жерде. Күте тұрыңызшы, вообще мен сізбен сөйлесуім керек. Окей, няня деп қойды. Так, завтрак неге орнын әлі жинамағансыз? Стоп. Шывыңқы деп мен братишкам келді. Наңғара, ё-майо, не істейміз енді? Қарашы енді. Қаяқтан няня қайда? Мына бала деген сыртта жүр. Неге оған қарамағансыз? Няня шығып кетті ғой, няня. Мен кімге сөйлеп жатырмын? Ё-майо, нянямыз кетіп қалды біздің. 1 жасар баланы, аланы деп тұр, жайып кете берсін. Сыртқа қалдырып саз. Енді қате жазам мен бар ғой. Қайтын жөндеуге ернемше тырысам, бірақ ше қайда кетті? Кімге айтып жатырмын? Жоқ, біздің няня жұмыстан шығар жер керек, блин. Кетіп қалды дейді. Жарайды. Маған сүт беріп жатыр мен братишкам. Санкю саған, санкю. Көріп келесің айшы, няня қайда кетті? Дархан, что там? Братишка, родной мой. Дорогой, ты где? Қайда бара жатсың? Что-то не біреуді іздеу керек па? Не болып жатыр мұнда? Ойбай, аналар не қойып тастаған? Үй шашып жатыр біреуі. Так, няня жоқ болып кетті. Түбегейлі жоқ. Үш түгелі жоқ. Короче, сондай сөз бар еді ғой. Тәтті дейді, завтрактен қалған тамақ жеп жатыр. Ойбай, не ужас. Блин, үйтінен шашып тастағансыңдар сендер. Так, мына жақты шашып тастапсыңдар. Жинаңдаршы, пожалуйста. Ой, мороженое жеп алайын маған. Братишкам беріп жатыр. Ойбай, мына жерден мен де өте алмайын ба? Өте алады екен. Блин, бөлмем деген шашылып жатыр. Өзі сейф бәрі аман ба? Сейф тұр екен. Ойбай, әкешіміздің ақшасы ғой осында тұрған. Жинаған, жұмыс істеп, маңдай термен. Так, енді біз няняны табуымыз керек. Няняны табу. Няня мұнда жүр ғой, балалармен келдім дейді. Блин, мынау вообще кәрі апай ма, бірдеме ше бар ғой, түсінбедім ше. Стоп. Үйге кірмеңіз, няня. Жазып сұрайықшы, бұл неге қарамаған баланы, сол күйі. Балалармен келдім деп қояды ғой еще. 1 жасар дейді. 1 жасар баланы неге сыртқа жүргізесіз? Неге сыртта 1 жасар бала жүр, мен түсінбедім. Қарашы, вроде жас қыз да түрі. Вроде жас қыз. Парик киіп алған сияқты, шашына бар ғой, осын шашы өтірік сияқты бар ғой. Сонымен не жауап береді екен біздің? Арқалама, белің ауырады, мама ұрсады. Мама көрсе, бачтымыз шығарады біздің. Қайта жүр сен мына жаққа тәді. Мен емеспін дейді. Мен емес болғанда, не қып сыртта жүр деймін. Мына кісі өзі нефтему жауап береді. Бағана қазақша білмейді деп сестренкам айтып жатыр еді. Неге үй жинамайсыз? Ал осы сұраққа жауап берсін, жарайды, бала жарайды ал.
неге үй жинамайсыз? Қат қалма, ойыннан шығарып жібермеші, пожалуйста. Ой, блин, жазылған оқымай қалды. Дейтін ау қайсың мынау, Я, жарайды, бопты, құрсыншы. Мен ешқашан балаларға тиіспедім дейді. Окей, короче, кішкене шетелден келген ғой. Немісше сөйлей ма, өзі қытайша сөйлей ма, бұл да бір қазақшаны дұрыс түсінбейді. Жүріңіз, кеттік онда үйге. Далаға бағана неғып шығып кетті екен, бұл бізден басқа жұмысы болмау керек қой бұның. Что-то подозрительно, достар, что-то подозрительно. Келіңдер, кешкі асқа түсіңдер, кешкі ас дайындаймыз. Так, мына кісі қайда? Кешкі ас дайындаңыз десем, тағы да жоқ болып кетті ма? Короче, бір нәрсе болып кетті. Тағы түсінбей қалсың. Мына, не жүр екен ғой. Кіммен сөйлесе береді? Дарханның осы қызы бар ау деймін, бар ғой, Дархан. Бөлмеге келіп кетші, саған айтар әңгіме бар. Так, няня туралы сөйлесу керекпіз біз. Ой, оқылды. Так, няня туралы сөйлесу керекпіз. Что-то подозрительный человек. Няня ұнамай жүрші, сен ештеңеден күдіктеніп жүрген жоқсың ба? Ой, дірілдей бермей айтшы енді. Братишканы үйге қалдырып кеткен ғой, білесің бай, ужас, қалай деймін да? Давай қазір астында ол жалғыз ғой, астына түсіп аңдып келейік, давай, артынан қарап келейік, не істеп атқанын көріп келейік. Ақыран. Мұнда тұр екен няня. Оппа, қайда кетіп баратыр няня? Ақыран көрейік. Оппа, жаққа кетіп қал. Так, стоп. Осы жерден ақыран тыңдайық. Не сөйлеседі екен бұл мына жақта? Ойбай, кір кетіппіз ғой. Шығайық. Кіммен сөйлесіп жатыр екен? Қараңдар. Немісше жазып жатыр ғой. Қазақша мен немісшен араластырып жатыр ғой. Шығып кетеді. Деп бірдеңе жазды. Дархан, айтсам сенбейсің. Ё-майо, братишка. Әлі немісше біреумен сөйлесіп жатыр. Ё-майо. Ана немісше айтады екен. Ё-майо. Естідіңдер ма? Негізі подозрительный бір күдікті бар ғой, негізі бар ғой. Бір нәрсе деп айтып жатыр, бірақ түсінбедім. Әлі дірілдеп жүрсің бе? Неғып дірілдеп жүрсің? Жұмысқа барамын деп қайқа барып келіп жүрсің сен өзі? Ужас, енді дірілдей береді. Ана няняға тұзақ құруымыз керек біз. Болмайды, мынау бар ғой, мен күдіктенейін дедім, сендер айтқаннан кейін, біз сестренка, сен дұрыс айтыпсың ше, ойбай, екеуің білдірмей жүріңдер, енді көріп қалмасын. Нянядан күдіктенесіңдер ма? Сендер не білесіңдер? Сендер көп нәрсе білесіңдер бар ғой, аңдып бірдеңе деп жатыр едіңдер бағана. Оппана, няня келді, няня деп қалды. Так, балалар, не болды дейді? Ештеңе болмады, ничего, все нормально, все окей. Тамақ ішеміз, кеттік. Няня жоғарыда жүргенде сендерге айтып алайыншы, отырыңдаршы бәрің. Так, бірінші бізге өте сақ болу керек, бірінші. Екіншіден, міндетті түрде бұл қылмыскер болатын болса, полицей шақырып қою керек. Сондықтан полицей шақырыңдар деп айтып қояйық. Так, сосын, тәтті дейді, окей. Бара беріңіз, біз тамақ ішіп отырмыз. Бүгін түнде тұзаққа түсіруіміз керек. Бүгіннен кейін уже кеш болып кетеді. Немісше сөйлеген апасын, балаларға да дұрыс қарамай, подозрительный бірдеңе бейдет, не қағаз. Ё-майо! Бәрің амансыңдар ма? Бомба жарылды ма? Тұз ашшы дейді. Ашшы болса жемей қойыңдар. Так, сейфке кеттік дейді. Бомба біздің үйде жарылды ма не? Отырсаңдар тамақ ішейік. Блин, не болып кетті өзі? Так, біз ешқандай бомба жарылғанда, өрт шыққақта болатқан жоқ қой далада. Дала не ғой? Қайда кеткенсіңдер бәрің? Мен кімге айтады? Опана, сендер үлкендерге айтсаңдар. Не болып жатыр? Пистолет. Сакана, факана тоғыратын. Сендер үлкендерге айтсаңдар өлтірем дейді. Ё-майо, не болып жатыр? Мен дым түсінбей қалдым. Кешігіп қалдым, достар. Түсінбей жатырмын. Опана, тоғырып тастады. Сен лыканы, факаны дегенде не ұстап жүрсің? Полиция қайда? Давайте полицейге звондар енді. Ё-майо, біздің сейфті не дейді? Лазерге дейді дейді. Не дейді? Сейф тонамақшы дейді. Ё-майо, үйдің үлкені ұстап алдың ба не сен, Дархан? Полицей шақырсаңдар тез. Ё-майо, тез келмей жатыр. Анау қазір тоғырғаны бітіп кетсе оянып тұрып алар. Ё-майо, полицей алло дейді. Дарханның звоногын ғана алады екен әйтеуір. Болды, тоғыра бермеңдер анан. Мыналар ужас.
полицей қайда өзі келе ма келмей ме өмір кешігеді сыртта біреулер жүр екен полицейский ғой деймін есікті ашсыншы адамдар өтіп кетейін тұра тұрыңдар өтіп кетейін кіргізіп алайық полицейскийлерді өлә көліксіз жаяу келген ба не біздің мамамыздан аунамайды екен мына кісі полицейский ше өмірде қалай адамдар бір-біріне ұқсай береді так давай алып кетіңдер енді мына кісіні біздің сейф тонамақшы болған сәлеметсіз бе неғып тұрсыз менің қасымда өлә бәрін бір-біріне қалай ұмытпайсыз деген жаратқан деймін да жак сонымен жарайды үйдегілер сөйлесе берсін мыналар немене бір-бірін тоғырып жүр айттым ғой саған бағана мынау менің братчикам тоғырып жатыр ғой лыкны фыкының тастай жүрші мен сені мама папаңа апарып тастайын жүр үйіңе апарып тастайын мамаң ашуланады осыдан біздің үйге келгенін білсеңші қазір ашыңдаршы есікті өзім ашып аламын қазір аштым так бері кел кір үйге болды осы үйде қал мамаң іздейді отыр мынауың жылдам ғой ужас жарайды полицейский участокке алып келді қазір тергеп жатыр менің кінәм жоқ деп қояды мен түк көрмей қалдым ё-моё көріп үлгермей қалдым ойбай папа салам алейкум бородатый человек мама қайда өзің жалғыз келіпсің мама қақта маманы қалдырып кеттім дей көрмеші так мына жақта не болып жатыр қараңдар көрейік страшно әңгіме жүріп жатқан сияқты полицейский тұр қараңдар айтпасаң атам деді полицейскийдің шашын қараңдар сенің кінәң өте көп дейді саған шынаты Белатрис Гештермебековна ле дейді аты не деген не дейді мына мамаларың жұмысы бітпеді дейді ой бұл маманы жалғастырса кеттім бе жарайды сенің мақсатыңды білем деп бұл енді мойындаса болады деп жоқ дейді тергеу страшно жүріп жатыр достарына қараңдар ойбай мынау да бізді атайын деп жатыр достар ойбай мына полицейский полицейский былай тұрыңдар деп жатыр ма бізге әлде былай тұрайық біз көрінбейтін еді ғой вроде ішінен сыртқа қарай көрінбейтін еді ғой мынаның экраны достар біздің так история няня туралы историямыз яғни үлкен семьямен басталған нянямен жалғасып жатқан видео история приключения аяқталды ой сәлем сүйкімді екенсің полицейский сәлем жарайды жалпы егер екінші часть болсын десеңдер біздің няняның нағыз кім екені ашылады екінші часть өте қызықты болады сондықтан осы видеоны 800 лайк басып тастаңдар содан кейін екінші частьтын түсіретін боламын сіздермен бірге болған Жуканай всем пока-пока